ғаламдағы түрлі құбылыстар мен үдерістерді зерттеу үшін олар туралы деректер, статистикалық мәліметтер жинау қажет. Статистикалық мәліметтер дегеніміз статистикалық зерттеулер негізінде алынған сандық сипаттамалардың жиынтығы. Статистикалық мәліметтерді есептеудің көптеген программалары бар. Соның бірі кестелік процессор Excel. Excel программасында мәліметтермен жұмыс жасау үшін білу керек анықтамалар. Бірінші, сілтеме, формуланы жазу барысында қолданылатын нысан адресі. Екінші, ұяшық, жолдар мен бағандардың қиылысы. Ұяшықтың адресі бағанның аты мен қатардың номері арқылы анықталады. Үшінші, теңдік таңбасымен басталып енгізілген ақпаратты формула деп атаймыз. Формула математикалық амалдармен жұмыс жасауға арналған. Excel программасының формуласында ұяшыққа сілтеменің 3 типін пайдалануға болады. Бірінші, абсолютті, екінші, салыстырмалы, үшінші, аралас.